Дәл осы рецептпен хаттама жасап көріңіздер. Қараңыздар, қандай күшті шыққан. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді қосып, оның үстіне кішкене ғана су, дәміне қарай тұз, ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Қамырларыңыз қатты болып қалмасын, егер қатты болса дұрыс шықпайды. Бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан соң қамырымызды екіге бөліп жаямыз. Барынша жұқалау жаюға тырысыңыздар. Екі қамырды да алдымен жайып аламыз. Бірден жайып, осылай жұқалау қылып жайдық. Самса хаттамаға осындай майдың түрін қолданамын. Ана бала деп аталады. Осылай жайып аламыз, жақсылап, оның үстіне майдалап туралған ас көгімізді саламыз. Және де екінші жайып алған қамырымызды бетіне осылай жауып, тағы да майымызды ерітіп, жағып шығамыз. Одан соң осындай бөлшектерге бөліп шығыңыздар. Және де видеода көрсеткенде орап шығамыз. Менде дәл осы тестадан 2 қаттама шықты. Өте тойымды болады. Противенге фольга немесе пергамент қағазды төсеп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.